Қайырлы күн қыздар, қалайсыздар? Бүгін өте қызықты тікелей эфир болғалы тұр, сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Пультың қайда сен? Оппа. Қазір. Так, бүгін қызықты тақырыпта сөйлесетін боламыз. Қазір бір минут. Мен эфирге қонақ шақырып қойдым. Келін қара. Лимана ханым. Иә. Қайырлы күн. Так, қалыңыз қалай? Жақсы, мен даусым жақсы естіліп тұр ма? Өте жақсы естіліп тұр, бірақ кішкене камерадан кішкене алшақта отырсаңыз, иә. Осылайды. Иә, вот әдемі көрініп тұр. Қалыңыз қалай? Жақсы. Бүгін мына үйдеміз. Қазір мына балапандар қасымызда, жан-жақтан. Иә, менде де сондай болып тұр. Максимально маған мешать етіп отыр. Бүгін қыздарға тікелей эфир шығамыз деп айтып қойған едім. Сол сөзімізде тұрайық. Жалпы соңғы уақытта мен тұрмысқа шығуға қатысты ақпараттармен бөлісіп жатырмын өзімнің аудиториямен. Енді осы тақырыпты жалпы психолог маманмен, яғни тұрмысқа шығуға психологиялық дайындық деген тақырыпты, яғни сізбен өзіңізбен осы тақырыпты толық ашқым келіп тұр. Жақсы. Қыздар, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар, біз де сол сұрақтарға жауап беріп өтейік. Жалпы не үшін жалпы тұрмысқа шығуға психологиялық тұрғыдан дайындалу керек? Сол жайында айтып өтіңізші. Өте жақсы сұрақ. Өйткені біз енді есіңде болса, екеуміз қыз Мұраты кету қанша тренингтер өткіздік қой. Біз сол тренингті өткізген кезде қыздарымыздың көпшілігінде психологиялық тұрғыда дайын емес екенін байқадық. Өйткені ол жерде дайын болғанда қалай, дайын болмағанда жігіт келіп сөз салып болды, тұрмысқа шығатын болып қолына жаңағы алтын сақинаны қолына кигізген кезде қорқа бастайды. Қашып кетеді. Иә, айни бастайды. Мен өз дұрыс шешім қабылдап жатырмын ба, бұл маған қажет па, қажет емес па, мүмкін әлі ерте болар деген секілді. Сондықтан да психологиялық тұрғыда дайындықтан өту керек екен алдымен. Кеңес алу керек екен. Өзін ең алдымен танып білуі керек екен деген ойға келдік сол кезде. Өйткені бізде тараптан қарап келіп тұрған өзінің азаматтарын келіп тұрған әдемі сондай жап-жақсы жігіттерден бас тартты ғой, есінде болса. Иә. Біз осы тренингте мысалға 12 қыз қатысқан болса, ойда жоқта тұрмысқа шығып кетті дағы ішіндегі 6 қызымызға ұсыныс түсті, олардың барлығы тұрмысқа шығуға дайын болған жоқ сол кезде. Сәлеметсіздер ме, әңгіме не жөнінде деді. Тұрмыс құруға психологиялық дайындық деген тақырыпты қозғап отырмыз. Бойдақ қыздарға пайдалы кеңестер болады бүгін. Неге біздің қыздарымыз, мысалға өте қазір бойдақ қыздар көп тұрмысқа шықпай жүрген, 35-ке келіп қалған қыздарымыз бар. Енді 24 жаста. Одан да үлкенде бар. Одан да үлкендері бар. Бірақ олар әлі де тұрмысқа шығуға дайын емес екенін мойындайды. Дайын емес болғанда психологиялық тұрғыда дайын емес. Психологиялық тұрғыда дайын деген ол жалпы қандай? Жалпы психологиялық дайын болу деген қалай ол? Ол қай адам? Қандай адам? Психологиялық дайын болу деген өзін жақсы білетін адам және өзінің партнерін деп айтамыз ғой, екінші жақты жақсы түсінетін адам, білетін адам. Оған не керек екенін білетін адам. Сосын ер азаматтар мысалға алып қараған кезде өзінің жаңағы жарын былайша айтқанда дайын адамға үйленеді екен. Өйткені мысалға сөз салып үйленеміз деп артынан жаңағы тәтті шай ішіп айттырамын, артыңнан кісі жіберем, ата-анаңнан қолын сұраймын деп отырған жігітте қасындағы жүрген өзінің құрбысына, басқа адамға үйленіп кетіп жатқан жағдайларда. Неге дегенде
ол қыздың психологиялық тұрғыда дайын емес екенін өзі де білмейді екен. Мен дайынмын, ауызша айта береді, мен дайынмын деп. А бірақ жеме-жемге келіп осылай үйленем деген кезде ол дайын болмай қалады. Қорқыныш болады. Қалай өмір сүрем? Мен жұмысымды не істеймін? Мен соны түбегейлі соның еліне, ауылына көшіп баруым керек па? Бұл жақтағы шаруам не болады? Сосын оның тапқан табысы қалай жете ма, жетпей ма? Кредиті бар ма, жоқ па? Мүмкін маған одан да жақсы ақбозатты Ханзада кеп қалар, кездесіп қалар. Мүмкін одан да варианттар болып қалар. Сондай бір сомнениялар, жаңа күдіктер тұрмысқа шығуына кедергі болады, дағы кері шегіне бастайды. Бұл қорқыныш, ішкі блоктар, ол өйткені оның түрлері көп. Балалық шақтан мысалға келе жатқан ата-ана мен мысалға ерлі зайыптылардың арасында конфликттер мысалға бақытты болмаса, егер оларда бір қандай арасында жиі орын алатын болса, асығыс үйленіп қойып, мен сенің әкеңді жақсы көрген жоқпын, мен өмірімнің бәрі жатыр деген, мысалға анасының айтқан сөзі менің жасаған қателігім бұл деп мысалға ойлайтын болса, айтатын болса үнемі, сол санада қызының бойында ол былайша айтқанда қорқыныш болып сенімсіздік қоя береді. Лучше күйге шықпай қояйын деген сияқты бір шешім қабылдап қоятын сияқты, иә? Міне, сонда менің жасым 44-те, мен әлі дайын емеспін ба дейді. Демек, сіз әлі дайын емессіз деп ойлаймын. Егер дайын болсаңыз, анау партнеріңіз әлдеқашан сізді тауып алған болар еді. Менің өзімнің практикамда мынандай жағдай болған. Мысалға, тұрмыста болып, ажырасқаннан кейін ұзақ жүрмей, 1 жылдан кейін, 1,5 жылдан кейін тағы да бірнеше ұсыныс алатын келіншектер болады. Үйленді. Иә. Ондай практика менде өте көп. 5 түрлі менің алдымдағы клиенттер ажырастым болды, бізде осылай болмайды. Солардың барлығы қарағанда тұрмыста болған 2 балалы, 3 балалы, 4 балалы жаңағы келіншектер не алады, ұсыныс алып жатады, үйленемін деп. Олармен бірге көрем. Балаларының жағдайын жасап алдын ала. Сосын барып өзіне ұсыныс жасаған жағдайда болды. Менің практикамда сондай. Мысалға 5 бірдей баласын қиналып, қалай күнін көре алмай жүрген мысалға келіншекке балаларын спорт комплекстарға беріп, спонсировать етіп, кроссовки, спортивный киімдер, сондай жаңағы сумка мектепке подарок жасап жүрді, артынан өзіне ұсыныс жасаған. Сонда ол көрдіңіз, целенаправленно соған дайындықпен келген. Прям дайын. Өйткені ол көрген кезде бұл менің адам екенін түсіндім дейді. Түсіндім деп. Яғни, ол қарамайды дейсіз ғой, қанша балаң бар, жұмысың бар ма, ақшаң бар ма, ол нәрсе қарамайды. Адам іштей сезіну керек. Іштегі энергия ғой сонда бұл, өзіңді қалай сезіну керек. Мысалға, ер адам оның жанында өзін комфортно сезінеді. Оның жанында, былайша айтқанда, ерлі зайып өмірге тез ары қарай ешқандай бір несіз-ақ біз қалай өмір сүреміз, не істейміз деп бетіп қарап тұрмайды да, бірден бір ағысқа, бір неге отырады да, жаңағы бір волнаға кіріп кетеді. Бір волнаға кіреді, өмірді бастап жібереді екен. Балаларын жайғастыру керек, мысалға үйге тамақ әкелу керек, біреуміз жұмыс істейміз, біреу үйде отырамыз деген секілді жоспарменен ары қарай өмір сүреді. Неге? Өйткені қыздың, әйелдің бойында өзінің жоспары бар. Ол сол алдын ала қойылып қойған жоба, мысалға проект болатын болса, 1 жылдық жоспары болып проект болса, оны проектті оқисыздағы қалай жұмыс жасау керек, сол жоспарменен әр айға, әр күнге жоспарланған, мероприятиялар. Сол секілді соның бәрімен сіз шетінен аласыз да оңай жұмыс жасау, жоспарыңыз болса. Сол секілді өмірінің де өзінің жоспары болу керек. Жоспар болғанда, мен айтамын сізде 5 жылға жоспар болу керек. Ең бір біз үйленгенде қайда тұрамыз, кіммен тұрамыз? Біз бірге жинаймыз ба, жоқ екеуміз 2 бөлек жинаймыз ба, қаражатты жұмсаймыз ба? Мысалға, жаңағы общий депозит бар, үйімізді кеңейткіміз келеді, демалуымыз керек, деп айтамыз, саяхаттауымыз керек. Тіпті баланы дүниеге әкелу үшін біз толық неден өтуіміз керек, жаңағы медициналық тексерілістен өту керек, анықтамадан. Бойымызда мысалға не бар ма, жоқ па, біздің қандай да бір инфекция, дефициттер, витаминдер мүмкін, гормондық бір өзгерістер болуы мүмкін. Оны ертең болатын балаға қалай әсер етеді? Сол нәрсені
мысалға дұрыс білу үшін, дұрыс түсіну үшін бізге ең бірінші жаңағы жоспар керек. Осы жоспарменен егер жұмыс жасайтын болса, біз толық обследование өтеміз медициналық. Егер біз дәрігерлердің кеңесі бойынша біз дайын болатын болса, онда баланы жоспарлаймыз. Хорошо, баланы жоспарладық. Бала босанғанға дейін қаражат керек, ол қаражатты жинайды. Босанғаннан кейін бала қайда болады деген секілді мысалға, иә, балаға беретініміз бар. Осы нәрсенің бәрін егер бәрібір ойластырып, ең болмаса, бір жыл жаңағы қаражат жинап, екі жақтан өзінің бір запасы бар, өзінің бір жоспары, я болмаса тұрақты деп айтайықшы, табысы бар адам болатын болса, онда жеңіл оларға. Енді ер азаматтарды мен көпшілігінде байқам, өкінішке орай жұмыссыздық қой қазір мысалы. Жұмыс бар, бірақ ол жұмыс аз болуы мүмкін. Қаражат өзіне ғана жеткізе алмай жүргеннен кейін ойлайды ертең. Мен жолдасым бар, 2 адамға, сосын 3 адамға қалай жеткіземін деп. Егер осы кезде жоспармен өмір сүріп жатқан жұмысының бәрі тиянақты, былайша айтқанда жоспары да өзінің қойған мақсаты да бәрі анық, айқын болатын болса, қыз бала болатын болса, ол сол жоспарға, сол өтіп қайнап жатқан атмосфераға ер азамат өзі еніп кеткен байқамай қалады екен. Практика жүзіндегі айтылатын нәрсе, көрген нәрселерім сол. Жаңа енді бір айтып өттіңіз, тағы бір кедергі келтіретін нәрсе, жалпы тұрмыс құруға, иә, қыздарға үйіндегі жағдай болуы мүмкін, жаңағы ата-анасының әңгімелерінен қыз мен тұрмысқа шықпай қояйын деген сияқты шешім қабылдауы мүмкін, иә. Мысалы, ата-анасының қарым-қатынасы мүмкін көңілінен шықпайтын шығар. Немесе ажырасқан отбасылардағы балалардың жаңағы именно ролевая модель дейді ғой, семьяның ролевая моделі болу керек, иә. Сол ролевая модель бұзылған отбасылардың балаларына да жаңағындай тұрмыс құру, отбасын құру кішкене қиындау болып жатыр. Соған қатысты не айтасыз? Дұрыс айтасың, өйткені бала эмоциясын өзінің бойындағы көрген білгенін, естігеннің барлығын жинап өседі, отбасынан жинап өседі және ол бойына қалыптасады, иә. Тұлға болып қалыптасқан кезде ол отбасылық модельден қалыптасады. Әкенің анаға қараған құрметі, сөзі, мысалы, кез келген ситуациядағы, ананың әкесіне қарап, мысалы, ол тіпті үйде жоқ кезде әкесі туралы, ой, ол бір оңбаған, болмаса ол бір сондай бір жүрген біреу деген сияқты бір авторитетін түсіріп тастайтын болса, онда ер балалар авторитетті, мысалға, керісінше қандай ер адамды жолықтыруым керек, қандай ер адамға тұрмысқа шығуым керек, ол миында өзін қалыптастыра алмайды, дұрыс келтіре алмайды. Былай келмей қалады да? Келмейді да ешқандай. Жұмсақ болса қалай болады, өткір болса қалай болады. Ол менің өмірімде, менің әкем былай еді, мен көрген ер азаматтар мынандай еді деген секілді. Ал енді біз көпшілігінде қыздарға айтқым келетіні сондай бір бақытты отбасы сіз үшін қандай отбасы? Айналаңда бар ғой мысалға, достарың бар, подругаларың бар. Сен үшін идеальная семья, отбасы қандай болады? Бақылауымыз керек, анализ зерттеуіміз керек. Мысалға, сенің тұрмысқа шықпаған подругаларың болса, Қорлан, сенің үйіңе келеді дағы жолдасың екеуіңнің әңгімеңді, мысалға, я болмаса қазір екеуіңнің араларыңдағы қатты байқайды. Қарай үйренеді. Сен отбасында жолдасыңа жатқан құрметің, қонақ күтуің, балаға қарап отырсаң да мына эфирге шығып жұмыс жасап жатсың. Осының бәрін көреді, тұрмысқа шығуға болады екен дейді негізінде. Жаман емес. Мені тағы бір лайфхак, бойдақ қыздарға лайфхак. Жалпы қандай отбасы болғыңыз келеді? Жан жағыңызда қандай сол сіздің ойыңыздағы осылар бақытты деген сияқты бір семья болса, сол семьямен араласыңыз, көріңіз, ішкі атмосферасын сезінуге тырысыңыз, яғни көз алдыңызда бақытты отбасының бір образы болу керек, визуализация деп айтамыз ғой біз. Көру керек, қаншалықты мысалға өзіне соны пример етіп көру керек. Мен осылай жасай аламын ба деген сияқты, Бұл отбасы, мысалға, егер мен осы рөлде болатын болсам,
деген болар едім. Егер мен осы жерде болсам, мен осындай ерлікке бара алам ба, мысалға, уступать ете алам ба? Жолдасымның қойған талаптарын мен көтере алам ба, көтере алмайым ба? Хорошо. Мысалға талаптар қоятын болып жатса, тұрмысқа шыққан қыздардың бәрі бір неге кіріп кетеді, жаңағы торға кіріп кеткен секілді, аквариумда өмір сүріп жатқан секілді. Маған ол как бы келмейді деп айтады да, қанша оқыдым, жұмыс істедім деп. Сосын кішкене еркін ұстайтын, бір более свободный, сондай европейский, европалық характер, мінез құлықты, болмаса жаңа шетелдік деген секілді іздейді. Шындап келгенде ер азаматтармен жақсы сөйлесіп, дұрыс келісімге келетін болса, за стол переговоров деп айтады, былайша айтқанда, отыратын болса, онда басынан бастап оның бәрін келісіп алатын болса, онда ешқандай қиындықтар туындамайды да. Өйткені үйге үлес қосып жатсың, қорлық, мысалға. Сен үйге үлес қосып жатсың. Өйткені сен білім алып жатсың, білім өзіңе интеллектуал инвестиция. Жолдасыңа былайша айтқанда беріп жатсың. Сен жай ғана үйде отырған әйел емес, анасың, иә, анадан бөлек келін. Қосымша сен инструктор, эксперт, маман болып отырсың қазір, оқытып жатсың, сабақ өтіп жатсың деген секілді. Міне осы бәрі деп, мысалға. Мен жаңа өткен бір отбасын айттым ғой, мысал келтіріп, 5 баласымен үйленбек жігіт, бизнесі бар өзінің, керемет жақсы. Кәдімгі қайырымдылық несіменен бірінші жолдасымен ажырасты, өйткені ол наркоман болған, кәдімгі көп жылға, кәдімгі созылмалы тұрған наркоман. Емделем, жақсы болып кетемін деп. Қанша мен, ол неткен жоқ. Менен рұқсат сұрап жатыр, құшақтап жатыр мені. Келе ғой. Мен құшақтап рұқсат сұрады. Міне, бұл біздің жоға деген сөз. Біздікі де келіп тұр. Жуға болмайды. Сұрап мен оған жоқ. Тартпа. Сол қалай жасаймын, не істеймін деген кезде оның жоға. Рұқсат сұраған екен, ұрыспай жатырмын, жарайды деп. Деп мына жаққа бола ма бүйтеді ғой. Жарайды. Үйлерінде бала шағалары бар адамдардың эфирі осындай болады. Сонда мысалға өзі шешім қабылдады, мен ажырасуым керек, өйткені үйдегі соңғы зат, үйді сату керек, сат деп сондай қысым жасағаннан кейін ол ажырасуға тура келді. Уже все деді ғой, соңғы несі. Сонда балалардың аяқ киімі жоқ, киетін тамақ не емес, киімдері жыртық, былайша айтқанда балалармен не істейді, 5 бала деген оңай емес бәрі мектепте. Солай жаңағы қорларына көмек сұрауға шыққан кезде, оны байқаған бір бизнесмен жігіт байқапты дағы, оның қаншалықты женственный екен, ең маңызды нәзіктігін, қанша қиындық, сонша жыл наркоманмен тұрса да, не дәлгі мына озлобленность дейді ғой, бір ашу жоқ та ода. Болмысын жоғалтпаған ғой. Агрессия жоқ ода. Ешқандай ода не жоқ. Былайша сосын шығамыз, екеуміз эфирге шығамыз. Мен де шығам дейді. Кәдімгі айтады, сонда ол жігіттің айтқаны, мен дейді, осынша қиындықтар көрсең де, осынша жоқшылық көрсең де, бірақ бірде-бір жалып жасаған жоқсың, шағымданған жоқ. Өміріне бір шағымданған жоқ, шашадым деген жоқ. Керісінше үнемі күліп, балаларына деген махаббаты, балаларына деген қамқорлығы, тіпті айналасындағы адамдарға да сол энергия берілген болып тұр ғой, жаңағы. Бір баласына кроссовка, бір баласына спортивка, сумка дарить етіп сыйлық жасап. Кейін бұл балалардың жаңағы өмірге сондай бір құлшынысы тоже, мейіріммен қарау, бір не жоқ, анандай бір реніш жоқ жүректерінде, ешқандай бір не жоқ. Бұл нәрсені көріп, футбол ойнағым келеді, бір жаңағы суда жүзгім келеді деген сек, бір шахмат ойнағысы келеді. Соның барлық нелеріне жаңағы кружоктарына беріп, ең соңында өзіне жаңа балалардың бәрін орналастырып, жағдайын жасап қойғаннан кейін,
Оған сонда бұл жігітке иә деп ол жігітті жаңа қабыл алды. Неге ол? Өйткені ол ең бірінші баланың жүрегіне жол тапты. Баланың махаббаты арқылы анасының жүрегіне жол тауып отыр. Көрдіңіз бе? Міне, егер мысалға бізде әйелдер былай қателік тұрмысқа шығатын кезде балаларын қалдырып анасына жаңағы өзі тұрмысқа шығып өзінің жағдайын өзін орналасып алады дағы, балалар жалтақтап басқа жақта қалып қояды. Тұрмысқа шыққан кезде, егер сіздің балаңызды қабылдаған ер азамат болатын болса, балаңыз арқылы жаңағы жол тапқан болса, егер анасына, онда ол нағыз бақытты отбасы. Сондықтан да жаңа отырмыз ғой, біз отбасын жоспарлағанда, біз барлығын алдын ала, ол бір күндік, 2 күндік химия, ол нәрсенің бәрі өтіп кетеді. Оның бәрі адамгершілігіне қарау керек, мейірімділігіне қарау керек, еңбекқорлығына қарау керек қой. Иә, оның жаңағы не деген өмірге құлшыныс, не деген күш жігер, сабыр десеңізші дейді. Иә, расымен де, шын мәнінде егер әйел азаматтар сол махаббатты, жаңағы мейірімді, біз тек қана өзімізді жақсы көреден бастаймыз ғой нәрсені. Ең бірінші өзімізді жақсы көресіз. Одан кейін барып, мысалға балаларды жақсы көресіз, ата-ананы жақсы көресіз, айналаңызға жақсы көресіз. Барлығына дейін айналаңыздағы. Өйткені әйел адам өзі жер ана деп айтады ғой, негізі жер ана, әйел адамның болмысын жер анамен байланыстырады. Демек, жер ана қаншалықты жылуын төккен сайын бізде жемісті көп береді. Сол секілді әйел адам қаншалықты мейірімді сайын, қаншалықты махаббат, пеншілікке жаңағы бүкіл болмысы тола болатын болса, онда барлығы жақсы көретін болады. Барлығы жақсы көреді. Біз көпшілігінде мысалға ер азаматпен танысқан кезде дейді, сөйлесе бастағанда, ер азаматтар айтады. Олар өміріндегі болған қиындықтарды айтып, шағымдана бастайды дейді. Мен де анау тыңдаса екен дейді, былай. Мені отырып, былай құлағым, мен оны психолог емес тыңдайтын мысалға, оның құрбысы емес, оның проблемасын тыңдайтын дейді. Жалықтырып жібереді дейді, мені. Сосын мен айтамын мысалға, ер азаматтарды да, әйел адамдарда менде неден өтеді ғой, кеңес алуға келеді ғой, консультацияға. Мен айтамын, сонда сіз айтпадыңыз ба оған? Мынандай сұрақ қойып, 35 жастағы қайын інім бар, үйленбей жүр, көндірудің қандай жолдары бар дейді. Не деген сенімділікті арттыру керек. Еркін сөйлесу керек, еркін. Бізде көпшілігінде еркін сөйлесу жоқ. Қысылу, ұялу деген секілді. Кез келген тақырыпта еркін сөйлесе білуіміз керек. Ер азамат пен әйел адамның қарым-қатынасы, махаббат, сүйіспеншілік, телесный контакт барлығында, если еркін айтатын болса, онда босаған кезде ол еркін болады адамда. Үйлену болады екен. Мысалға, өзіне не керек екен көпшілігінде біз айтпайды. Тағы бір сұрақ келіпті. Негізі мен өзімді қатты жақсы көремін, өзімнен еш нәрсе аямаймын. Бірақ жігіт дегенде жолым болмады дейді. Так. Не айтасыз? Мүмкін емес деймін да, өзіңізді қатты жақсы көрсеңіз, ол эгоизммен жақсы көру деген басқа нәрсе. Екі түрлі нәрсе бар. Эго деген бар. Эгоизм қалаған нәрсемді аламын, қалаған жерге барамын, сосын барып, ұйқым келген кезде ұйықтаймын, мороженое жегенде мороженое жей саламын. Ол кезде не болады? Толамыз біз, денеміз толады. Ол кезде біздің жаңағы самодовольная, ұйқысы қанған, сондай өзіне көңілі тоқ адамның психологиясын көреміз. Бізде мейір, сүйіспеншілік, махаббат, өзімді жақсы көру деген ол тек қана өзіме ни в чем себе не отказываю емес, керісінше в режиме жизни, для чего-то надо өзің не керек, жертвовать етуіңіз керек. Қалай? Физическая подготовка, яғни тәніңізді бүйтіп босатып жіберуге, бауырсақ секілді жайылып кетуге мүмкіндік бермеу керек. Адамның тәнінің өзі ашыған қамыр сияқты біздің
бәрі жайылып кетеді. Оны жинақтамасаңыз да, жинап отырмасаңыз. Яғни өзіңді жақсы көру деген ол дұрыс тамақтану, уақытылы ұйықтап тұру, физикалық жаттығу, уақытылы жаңағындай витаминдерді ішіп тұру, спортпен айналысу. Ол керек, денсаулық болса да. Мына біздің бет әлпетімізге көңіл бөлу, бетімізге мысалға, 25, 27, 28-дегі қыздардың бет әлпеті, кожалардың бәрі нетіп жатыр, бұзылып жатады. Неге? Өйткені біз жатар алдында бетімізді тазаламай ұйықтай саламыз. Былай жастыққа былай бетті қойып ұйықтай саламыз. Шашқа дұрыс күтім жасамаймыз. Өзімізге дұрыс қарамаймыз деген нәрсе. Ол басқа нәрсе, былайша айтқанда. Қатастырмау керек дейсіз ғой бұл жерде. Эстетика, яғни өте сәнді, өте мынандай өзіңізге удобно, жақсы, қалай айтатын еді, өте әдемі киіну, жинақы болу, ол нәрсенің бәрі білім, ол нәрсенің барлығына өзіңізге басқаша деңгейде қарауыңыз керек. Міне, жақсы көру деген сөз. Жақсы. Жалпы қандай кедергі болуы мүмкін? Әдемі айттыңыз, пайдалы эфирге рахмет сіздерге дейді. Сіздерге де рахмет. Осындай жылы пікірлеріңізді білдіріп отырсыздар. Аудиторияға да байланысты ғой, сіздерде кері байланыс беріп отырсаңыздар, біз де бай ашылып әртүрлі сұрақтар қойып, әртүрлі ақпараттармен де бөлісе береміз. Жалпы жаңа мысалы ханым айтып жатыр, мына жақта мен өзімді жақсы көремін, бірақ жігітке дегенде жолым болмады дейді. Жалпы жол болмауының себебі неде болуы мүмкін деп ойлайсыз? Адаммен контакт орнату. Мүмкін адаммен жаңағы ашылып әңгіме айта алмауы мүмкін, жаңағы жүрегін аша алмауы мүмкін, ішінде мейірім, махаббат бар болса да, сол нәрсені көрсете алмауы мүмкін, Мысалға, былай ғой, біз бір адам кезде ол адаммен өмір сүріп кетуге, болмысыңызды көрсетуге дайын егер болатын болса, мысалға, ол адам саған сенімді болатын болса, өзіңе өте сенімді, ол азамат сенім болу керек оларда тағы. Сенім деген кезде қалай біз сенім болуымыз? Сенімді болу керек. Мысалға, азаматтар ол аса бір өзіне қалай айтатын еді, тәкаппар деп қабылдауы мүмкін. Болмаса, мен бұлған қалай қасында онымен қалай тұрам? Егер өзін бір төмен сезінуі мүмкін, өзінің. Былайша айтқанда, аса бір ақылды болып көрінуі мүмкін, аса бір пысық болып көрінуі мүмкін. Міне осындай жағдайда кішкене болса да, ол өзінің бір стандартқа сай, өзіне тура келетұғын адамды таба алмаған болу керек болып тұр, кездеспеген болу керек болып тұр. Ол кезде мысалға мен айтам, бір рет тұрмыста болып үйренген, мысалға бір рет тұрмыста болған, болмаса жігітпен жүріп қарым-қатынас жасап үйренген адам болатын болса, кез келген ортадан өзінің екінші жартысын тауып ала алады. Ол болу мүмкін емес. Мектепте сен, мына жақта Роза ханым, мен сұрағым келіп тұр. Мектепте жігітіңіз болды ма, мысалы, мектепте дружить еттіңіз бе? Кезінде досың болды ма, мысалға, досың ер азамат. Қазірдің өзінде тіпті ол жігітің болмайды, ол тіпті жай ғана дос қарым-қатынас бар ма, мысалға? Егер осы 12-13 жасында, мектеп жасында егер жігіт болмаған болса, университет жасында да сәл ғана былай сөйлесіп, бір-бірін ішімдегін ойлап, әлгі, іздеп тап деген сияқты ма, біліп тап деген секілді. Сонда бір тұйық қарым-қатынаспен ажырасып кеткен болатын болса, онда кішкене қиындау болады. Сондықтан біз кішкене сөйлесіп, ашық мінезді үйренуіміз керек. Егер біз ашық болатын қарым-қатынасқа да ашық, мысалға, өзімізде жан-жақты сондай бір жарқын мінезді болатын болсақ, бізге дос табуда, жаңағы қалай айтатын еді, жолдас табуда. Мектеп жасында жігітпен жүрген жоқпын дейді. Міне бірден бір
Сондықтан қазір мен ата-аналарға айтамын, сіз балаларыңызға айтыңыз, қыз ұнай ма саған, мына қыз вообще досың бар ма, сен ғашық болып көрдің бе деген егер сұрақтар қойса, ол балалардың бойында болуы мүмкін, ол болмауы мүмкін емес. Онда оған ұрысудың қажеті жоқ. Саған махаббат, ол қайдағы махаббат саған деген секілді кейде ұрысып жатады. Ешқандай қызбен жүруші болма, тек қана оқып бітіргеннен кейін тауып аласың деп. Вот өкінішке орай таба алмайды. Өкінішке мысалға бала қарым-қатынас орната алмаған адам айып етпеңіздер, мен баламды выступать етемін деп отыр. Класста жігітпен дос болдым, бірақ қойшы. тренингтерге біз сізді кезіңіз қалай, темперамент қалай, неге жаңағы жалпы адамдар басқа адаммен қатынас құра алмауының себебі, яғни өзіне қандай лайықты адамды таба алмауының себебінің бірі адамдар өзін танымайтын сияқты. Иә, өзін танып білмегендіктен. Өзін білмегендіктен өзіне не сәйкес келетінін білмейді. Сондықтан да міндетті түрде өзіңізді изучать етумен айналысу керек. Маған не ұнайды, не ұнамайды дейді. Холерикпін дейді. Холерик. Яғни бұл жерде де жалпы көп қыздармен системно жұмыс жасау керек сияқты, иә. Ата-анасымен отношениесі қандай, жалпы отбасының моделі қандай, тағы не, сондай-ақ женственность деген тақырыпта өте маңызды, қазір өте жалпы жұмыс басты болып кеткен, өз проблемаларын өзі шешіп үйреніп қалған қыздардың басында жалпы женственность деген мәселемен келген кезде проблемалар болып жатады, иә. Қалай болды? Ата-анаңыздың, иә, екеуінің бір-бірімен отбасындағы қарым-қатынас қалай болды? Оған да мән беруіміз керек. Мысалға, әкесін қабылдай алмаған қыз балаға, көңілі толмаған әкесіне, иә, уақытысында, үнемі оның бір несі болды, претензиясы болды деп айтайық. Көңілі толмады. Ол кезде оның тұрмысқа шығу өте қиын. Ол жақ. Яғни өздеріңіз осы эфирден қарап өтіңіздер, қай тақырып сіздерге прям откликается, иә, сол мәселемен жұмыс жасау керек деген сияқты. Міне қыздар жазып жатыр, сәлеметсіз бе, бүгін ғана қызыма сабағыңды оқы, саған жігіт не керек деп едім дейді. Вот міне сізге осылай айтуға бола ма, болмай ма деген не келді, жауап келді. Арт-терапия офлайн қашан болады дейді, Мана ханым, сізге? Офлайн. Бізде осы күн айына қосып деп отырмыз офлайн арт-терапияны. Өйткені бізде мұғалімдер, мектеп оқытушылары оқимын деген, я болмаса өзі үшін оқып аламын, сертификат керек маған деген сондай болса, онда біз осы июнь айында деген жақсы жоспарымыз бар. Қазір сол дайын болып жақында қазір хабарлама жібереміз. Офлайнға қатысыңыздар болады. Жалпы июнь айына жоспарлар өте күшті. Осы тұрмысқа шықпаған қыздарға тамаша бір тренинг өткізсек деген жоспарымыз бар біздің, иә. Себебі көріп тұрсыздар, иә, айтқан әңгіме бір бөлек, бірақ сіз білдіңіз қандай мәселе сізге мешать ететінін. Бірақ ары қарай ол тақырыппен жұмыс жасау керек, проработка жасау керек, иә. Сол проработка арқылы просто өзіне көңіл аударып қойсайшы. Қолың алсай, қолың ала сал. Ар жақта өзі ойнап жүріп айқайлап жүрді. Так, жасым 26-да, мектеп уақытында қыздарға қарағанда ер жігіттерге жақын араласатынмын. Өсе келе жігіт атаулыдан қорқыныш іштей пайда болды. Көңілім қалаған жігітке келісім бере алмадым дейді.
11 жігітке деген ол қалай болды? 11-ші класстағы ма? 11 11 жыл, аха. Яғни көңілім қалаған жігітке келісім бере алмадым дейді. қорқыныш. Қорқыныш неден пайда болды? Өйткені қорқыныш баланың мінезіндегі бір қаталдық мүмкін, өткір агрессивность мүмкін, иә? Кейде ауыр сөздер айту мүмкін. Жалпы ер адамдарға деген қорқыныш пайда болды деп жатыр. Енді ол ер азаматтардың ортасында жүріп айтып отыр ғой, мен дос болдым деп. Иә. Олардың ол мысалға арамызда қыз жүр деп олар мән бермеген болу керек. Кішкене өзінде ұстаған шығар. Сол нәрсені көргеннен кейін жаңағы қорқыныш. Жалпы қорқынышпен міндетті түрде проработка жасау керек, қыздар. Қандай жағдайда мүмкін дұрыс түсінбеймін, иә? Керек шынында да. Сәлеметсіз бе, Ливана ханым, Хорлан ханым, арт-терапияны оқып үйретесіздер ме? Иә, июнь айында болады алдағы уақытта. Внимание жетіспей жатыр дейді. Иә, сол ғой. Вниманияны жақсы көреді балапан. Қайтеді енді. Әртістің немересі деп күреміз ғой біз. Иә. Әртістің немересі ғой. Шапалақ ұру керек. Иә, 11 жылдық таныс студенттік кездегі группалас болатын дейді. Жаңағы айтып жатқаны ғой. Енді қазір түсінген шығар, не себептен одан қорықты, несінен қорықты, мысалға, иә? Кейде болады өзі де лидер досы да. Қолынан бағыңыз келмейді. Бір үйде екі лидер ғой. Біреу исполнитель, біреу лидер болу керек. Екі басқарушы болады. Егер келісетін болды. Көзден төмен жұмсақтау жуас басқа қалатын. Ол да Так, жақында тұрмыс құрған, бір-бірін түсіне алмай жүрген отбасыға қандай кеңес бере аласыздар? Жаңадан тұрмыс құрған болады. Ау? Бір-біріне кешірімді. Иә, жалпы... Иә, Нет, конкуренция создавать. Ага, конкуренция создавать керек. Это же иә. Керек. Сосын керек үнемі. Бізде қыздар көпшілікке ашық әңгіме, диалог құрылмайды екен. Ішінен ойлайды да, үндемей жүре береді. Иә, неге мен оны жақсы көрмейді, маған жақсы көрем деп айтпайды деген секілді. Жақында үйленген бір отбасымен жақсы консультация жасадым, мен кеңес жасадым. Айтады, ол маған дейді, вниманиесін қатты анау айтқандай бөлмейді, жақсы көрем деп айтпайды, маған бір сондай не жасамайды. А сен айттың ба өзің? Айтқан жоқпын дейді. А сен, мысалы, жұмыстан шаршап, сені нету үшін жаңағы недәлгі қамқорлығына алып, мысалы, саған жағдай жасама, міне саған ақша, міне сені жаңағы айтқан ол жақпай деймді. Неге ол маған айтпайды, аузымен неге мен оны сұрап алуым керек? Ал сен оған айттың ба? Сен оған былай ісіңмен әрекет аттың ба? Атқан жоқсын. А онда ол қалай біледі оны? Ішімдегіні ойлап тауып алсын деген сияқты ой болады, көп қыздарда, иә? Яғни, әңгімелесу керек. Сөйлесу керек. Жақсы көретін болсаң, сағынып қалдым деу керек, жұмыстан келгенше егер сағынатын болса. Күні бойы күтіп отырады жолға қарап, иә? Күтіп отырдым жолға қарап. Бірге тамақ ішейік деп, күтіп отырмын сен. Бірге ішейік деп ойлап, жаңағы тамақты да ішпедім деп. Ол сол кезде сезінеді, біледі.
жаңа үйде отырған жарым қазір тамақ ішпей мені қарап отыр, мен үйге барып тамақтанайын деп мысалға жатса да достар айтады, жоқ, ол қазір тамақ ішпей мен үйге барайын. Мені балам күтіп отыр, кішкентайым күтіп отыр, жолға қарап отыр, есікке қарап отыр кішкентай. Ол нәрсенің бәрін айту керек. Сол жаңағы барлық түрде екі жақ бір-бірімен келісе отыру керек. Аха. Так, менде сұрақ неге қатып қалып жатыр дейді. Ей, теспе, бұдан. Теспе. Так, неге қатып қалып жатыр? Менің де даусым қатып қалып жатыр ма, немесе тек Римана ханымдікі ма қатып қалып жатқан? Так, ол енді үйленді, біршама өкініш болды. Мендегі бейтаныс өзімнен, мен дағы дейді бейтаныс өзімен 10 жас үлкен кісі алып қашты. 34 күн тұрмыста болып, ол кісіден аса көп мейірім, внимание күттім ба, білмеймін, айырылысып кеттік дейді. Негізі ұнатты ғой, оны 30 күн тұрды, ұнатты ғой деп ойлаймын. Енді үлкен адам болғандықтан олар ыңғайсызданады айтуға. Жақсы көреді. Андай шығар. Енді бізде менталитет сондай ғой. Жаңағы тұрмыс алып қашқаннан кейін енді сол үйде қалу керек деген сияқты кішкене не бар, менталитет бар. Сол нәрсемен мүмкін жақсы болып кетеміз деген сияқты ой болған шығар, иә, бізге жазып жатқанның. Бірақ енді 34 күнде енді таныған, жақсы көре алмайтынын түсінгеннен кейін уже ажырасқан шығар. Мүмкін. Бірақ кен шығар бір жағынан. Маған бір еркелете емес. Бізде көпшілік тәрбие әртүрлі отбасында балалар бар ғой, негізі. Қойшы соны. Мен жақсы көрмесем, соны дейді ғой, кейде айтамын, сіз жақсы көрем деп айтасыз ба? Мен жақсы көрмесем, оған ба соны? Әрине жақсы көрем дейді. Енді оны білдірмейсіз. Ой, оны қалай білдірмейсіз? Ят қой ол деп жаңа, сөйтеді ғой. Иә. Сол нәрседе бар. Так, ары қарай. Арт-терапия арқылы сенімділік орнатуға бола ма? Мысалға, мен мектепке мұғалім болып барғым келеді. 10 жылдан асты жұмыс істегеніме қорқыныш, сенімсіздік бар, ұят қаламын ба деген. Я. Болады. Болады әрине. Әрине болады. Я, арт-терапия туралы арт-терапия KZ парақшасында көп қой ақпарат негізі. Ішкі сезімдермен жұмыс жасауға өте көмектеседі. Так, Хорлан апа өте орынды дейді. Мендегі түйсігім дәл солай болатын, өмірімді арнап тағдырыма жазғаны деп көндім дейді. Айттым ғой, иә. Молодец, ақылды қыз екен. Кез келген нәрсені өзіміз жасап аламыз. Біз әйелміз ғой. Мысалға, үйдің ішінде дұрыс тұрмаса, біз оны бүйтіп перестановка жасаймыз, жуамыз, тазалаймыз. Әйтеуір бір перде әкелсек те үйді әдемі қоямыз, иә, перделеріміз, әдемі дастархан төсейміз, под цвет пердеге, покрывал төсейміз, үйдің бір несін сәнін келтіріп қоямыз. Сол секілді өмірдің де сәнін келтіруге болады. Жылы сөзбен, әдемі тамақ жасап, өзіңіз әдемі келіп отырып, жарқырап отырып, гүл етіп былай, гүл егіп айналаңа деген секілді, иә, түрлі нелер жасап, жағдайлардың бәрін, сол көңіл күйді, сол жағдайды біз жасауымыз керек. Оны бізге бермейді. Я, ешкімнен күтпеу керек, біреу бір нәрсемді жасап береді деп, я, біз өзіміз өз өміріміздің авторы болып, өмірімізді жалпы, мысалы, тек Алладан сұраймыз, Аллаға ғана сеніп, ары қарай жер бетіндегі жұмысты өзіміз жасауымыз керек. Мен бізде 9 минут уақыт қалды, қазір өйткені консультация алады. Иә. Айтқым келеді, біз жақсы сөзді көп айтуымыз керек. Қасиеті деген бар. Қазір аффирмацияны айтып жатады ғой. Аффирмация айтқаннан ештеңе өнбейді деп. Жоқ, егер біз соны көп айтатын болсақ, мен өміріме, мысалға, бақыттымын, аяулымын, қалаулымын, иә, мысалға, иә,
шын мәнінде айнаға қарап сіз өзіңді өзің жақсы көріп, кәдімгідей өзіңе жақсы айтатын болсаң, ол сенің өміріңде орын ала бастайды. Өйткені сөз деген өте маңызды. Сөздің қасиеті, құдіреті, ол орында ойда мысалға мейірімнің, бірақ оны сеп қойғаннан кейін біз оған кішкене су құйып, баптап, қарап отыруымыз керек қой. Сол секілді, дәл сол секілді, біз де өзіміздің сенімімізді, мақсатымызды баптап, бағбан секілді нетуіміз керек, күтуіміз керек. Бақыттымын, мен қалаулымын, мен кереметпін деген секілді, бірақ менде ештеңе өзгерген жоқ деп айтатындар да болады. Бірақ 2% жақсы сөз айтып, 98 жаман сөздерді айтатын кісілер болады. Айтады, неге менің өмірімде жолым болмайды, неге менде үнемі қырсығы шалады деп. Өйткені айтады, вообще менің өмірім жолым болған емес деген сөздер. Адамдарға көп жақсы сөздер ұнап тұрады да, сол сөзді айту арқылы бір өзіне бір не алғысы келеді, внимание, жаңағы, оны бір аяу мақтау керек па деген секілді. Жоқ, жақсы нәрсені айтыңыз. Маған мысалға хабарласқанда апайлар айтады, осы үнемі мен қанша жақсы жазсам да менің артымнан еңбегімді ешкім бағаламайды, мені жамандайды, жаңағы мен еңбегімді бағаламайды деп мен айтам. Апай, мүмкін болса, мені үнемі мақтап жүретін кісілер көп. Мені үнемі керісінше айтып көріңізші сол нәрсені. Өзіңізге бір эксперимент жасап, сіз мысалға 7 күн бойы таңнан кешке шейін айнаға қараңызда, мен бақыттымын. Мынау айнаның ар жағында тұрған мынау сондай әдемі келіншекке бақытты ету үшін мен сен үшін не істей аламын деген сұрақты қойып көр. Ойыңызға, санаңызға бір ой міндетті түрде келеді. Айтады мысалға, сен мені бақытты ету үшін сен ұйқыңды қандыр деген ой келді дейді, бір адам айтады. Мен айтамын сонда, қалай дейді сонда, қалай? Бірнеше рет сұрақ қойдым, сен мені мынау айнаның артынан мына адамды бақытты ету үшін алдымен жақсылап ұйықтап өзіңе өзіңді бір жанның тыныштығын мен сол миыма келген сол ойды былайша айтқанда көрейін деп сағат 10-да жатуға 11-де 2-3 нөмірде жатып таңертең 5-те оянамын дейді, сосын барып кішкене режимға көше бастадым дейді, басқа режим. Бір күн шынында әдемі өйткені бетімнің терісін әдемі. Сіздің даусыңыз бөлініп шығып жатыр, неге екенін білмеймін. Мына жақта түсінбей қалып жатырмыз деп айтып жатыр. Мен кішкене қысқаша айтып өтейін, өзім түсінгенімді. Яғни өзімізге не керегін түсінуіміз үшін біз айнаға қараймыз и өзімізден сұраймыз. Саған бақытты болу үшін не керек деп өзімізге өзіміз сұрақ қоюымыз керек. Және сол кезде біздің түп санамыз бізге жауап береді. Сол сияқты сіздер де жалпы мен бақытты болу үшін не істеуім керек, саған не беруім керек деген сұрақты айнаға қарап өзіңізге сұрақ қойып көріңіздер және қандай жауап беретінін байқап көріңіздер. Ендеше бізде бүгінгі эфиріміз өте қызықты болды деген ойдамын. Егер соңынан қосылып жатсаңыздар, айтып өтейін, бүгінгі біз эфирімізді тұрмыс шығуға психологиялық дайындық деген тақырыпқа арнаған болатынбыз. Эфирдің басында өте қызықты, пайдалы ақпараттар болды. Сондықтан бұл эфирді сақтап қояйық, міндетті түрде қайталап көріп шығуға мүмкіндік болсын сіздерге де. Ендеше қоштасайық. Алдағы уақытта тағы да осы тақырыпқа арнап тікелей эфирлерге шығып тұрсақ, Ал эфирдің соңында тағы бір айта кететін мәселе, Лимана ханымда осы алдағы июнь айында махаббат марафоны деген керемет тренинг өтеді. Сол тренингте именно осы тұрмыс шығуға қатысты қандай да бір мәселе болса бойыңызда, сол мәселелермен проработка жасайтын
тамаша табиғат аясында Бурабайда болатын 2 күндік тренинг болады. Алдағы уақытта ол тренинг туралы тағы да ақпарат айтатын боламыз. Ендеше қоштасайық, Бүгінгі берілген техниканы өздеріңізге жасап көріп, бізге осы сақталған эфирдің астына комментарий. Міндетті түрде энергообмен болсын, біз сіздерге пайдалы ақпарат бердік, сіздер бізге сол ақпаратты тек тыңдап қана қоймай, міндетті түрде пайдаланып, өмірлеріңізге енгізіп, сосын бізге комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше сау болыңыздар, эфир сіздерге ұнады деген үміттеміз. Рахмет. Рахмет баршаңызға. Лайктарыңызды көріп отырмыз.